бір күні анаңызбен мәңгілікке қоштасатын сәт туады. Сол күні сізде еш себепсіз жақсы көрген жалғыз әйелді жоғалтқаныңызды түсінесіз. Ал егер әлі де мүмкіндігіңіз бар болса, анаңызға міндетті түрде қойып үлгеруіңіз керек 6 сұрақ. Бірінші, менің атымды қалай таңдадыңыз? Екінші, менің кішкентай кезімдегі ең бақытты естелігіңіз қандай? Үшінші, маған ешқашан айтпаған, бірақ үнемі айтқыңыз келген нәрсе бар ма? Төртінші, өмір сізге үйреткен ең қиын сабақ қандай болды? Бесінші, егер дәл қазір менің жасымда болсаңыз, қандай кеңесті естігіңіз келер еді? Алтыншы, мен сіз туралы нені өмір бойы есте сақтағанымды қалайсыз? Ана отбасының жүрегі. Олар бізді бүкіл жан тәнімен қорғайды. Олардың махаббаты мен күшін, өздерін құрбан етуін біз көбіне қалыпты нәрсе деп қабылдаймыз. Ал шын мәнінде, олар біздің өмірімізге үнсіз бағыт беріп келе жатқан ең үлкен тірегіміз. Бірақ өмірдің күйбең тіршілігімен айналысамыз деп, біз ең маңызды сұрақтарды қоюды ұмытып кетеміз. Сондықтан уақытыңызды бөліп, мүмкіндік барда ол кісімен бүгін сөйлесіп бір құшақтап алыңыз. Комментарийге анаңызбен байланысты ең жылы, ең есте қалған естелігіңізді жазыңыз. Ал егер сіз біздің арнаға жазылмаған болсаңыз, бізді енді ешқашан көрмейтін шығарсыз. Ал жазылған болсаңыз, құттықтаймыз, сіз күн сайын рухани өсіп келесіз.